саусақтармен көрсетер. Ешкімге айтпа мұны, Олар бүгін баршаға сәлемін жолдады. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. ал фиксик деген кім екен? Құпия ол жағы. Зефир. Фиксиктер, неге көңілсізсіңдер? Жаңа жыл келіп қалды. Бізде мереке болмай. Неге? Әке мен шеше ұрысып қалды. Қалай? Жыл сайын осы шырша шамын жөндейміз. Иә, бірақ жаңа жылға дейін аз қалды. Ал біздің бітпеген шаруамыз көп. Мынау ше. Қалай ше? Мұнда келсіңдер ғой. Телефонды естімейсіңдер, хабарлама оқымайсыңдар. Шырша шамы жанбай тұр. Көмектерің керек. Әке, 5 минут күтіңізші. 1 сағат өтті. Ал сендер ерігіп отырсыңдар. Бұл еріккендік емес, күлеміз. Не? Ал шешей бар ма? Міне. О, Солай де, өте қызық. біз барғалы жатқанбыз. Енді керек емес, бәрін өзім жөндеп қойдым. Сендердің жұмыстарың маңыздырақ. Иә. Демек мен жалғыз өзім қиналып жүрсем, сенікі не? Қайда барасың? Демалам. Солай ма? Жарайды. Ешқандай мереке болмай. Бірлікпеңдер. Оны жөндеп, екеуін татуластыруымыз керек. Қалай? Әкем айтады, әйелдің жүрегіне гүлмен жол табасың. Гүлді қайдан аламыз? Оны зефирден жасаймыз. Егер жеміс шебеттен жасалған езбеге қант пен жұмыртқаның ақуызын қосып, жақсылап араластырып, сосын пешке кептірсе, зефир болады. Дәмі жағынан жеміс қағына ұқсайды. Ол да бекер емес. Оны Ресейде ойлап тапқан. Сосын француз кондитерлері құрамы мен атын өзгерткен екен. Маршмеллоны зефир деуге болады. Тек езбесі жоқ. Адамдар оны өте жақсы көреді. Онымен торттарды безендіріп, кейде отқа қақтап жейді. Бұны сыйлауға әкейді қалай көндіреміз? Кездесу ұйымдастырамыз. Шеше шақырып жатыр. Тез! Ана, ол монитор істемей тұр. Өзі жөндей алады ғой. Әкей, сен мейірімдісің. Бәріне көмектесесің. Жүрші. Жарайды. Жоқ. Демалып жатырмын. Демдеміч анасына ашық хат жасап үлгермейді. Анасы сыйлықсыз қалады. Жарайды. Тек анасы үшін. Тәттілерді тек жеу үшін емес, олармен жаңа жылдық дастарханды безендіреді. Мысалы, мына шыршаны маршмеллодан жасауға болады. Зефирді алып, тарелкаға бірінші қатарды тізіп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екінші қатар 6 дана, үшінші қатар 5, мұнда 4, 3, 2, сосын біреуі төбесіне. Бұтақтарына сабаннан діңгек қойып, үстіне тәтті конфети себеміз. Дайын. Кішкентай печенье қалыптармен зефирден қар немесе жүрекшелер жасауға болады. Немесе бұғы. Карамельді таяқшаға зефирді тізбектеп, қант моншақтарынан көзі мен мұрнын, ал тоқаштан мүйіз жасаймыз. Керемет! Түсінсем берміз. Монитор істеп тұр. Мені неге шақырдым? Мен шақырған жоқпын. Көмек керек емес пе? Жоқ. Ал сен шамасы кешірім сұрағың келді ме? Жоқ. Олай болса,
мұның артық енді. Енді Сүйікті ме? Мен бе? Маған ба? Енді Бұл қандай керемет, мені кешірші, бүгін қатты шаршадым. жоқ, менікі дұрыс болмады. Сені жалғыз қалдырдық. Ал біздің балалар қайда? Жаңа жыл емес пе? Олар міне. Алтындарым менің. Алақай! Жаңа жыл құтты болсын!